Түлкі өте әдемі, әрі ажарлы жыртқыш. Жүні көбінесе қызғылт сары, құйрығы ұзын, тұмсығы да ұзын, әрі жіңішке. Бірақ табиғатта сұр түсті мен қара түстілер де кездеседі. Түлкі керемет аңшы. Зеректілігі, иіс сезу және есте сақтау қабілеттері өте жақсы дамыған. Сондықтан ол кішкентай тышқанның шиқылын 100 метр қашықтықтан ести алады. Негізгі азығы тышқандар, қояндар және құстар. Сонымен қатар жидек, көкөніс және алма жепте қоректенеді екен. Менің атым Сәнім. Бұл ақпараттық танымдық білесіз бе YouTube арнасы. Қош келдіңіздер. Ертегілер мен мультфильмдерден біз түлкінің өте қу айлакер екенін білеміз. Түлкінің терісінен әдемі бөріктер мен тымақтар тігілетінін білеміз. Сондықтан атам заманнан бері аңшылардың аулайтын сүйікті олжасы. Бірақ түлкінің етін жеген бе? Жалпы жеуге бола ма? Анықтап көрейік. Әзірге арнама жазылып, осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Ал біз бастадық. Аңшылардың сүйікті олжаларының бірі түлкі. Еті үшін емес, терісі мен жүні үшін қажет. Адамдар ешқашан оның етін азық ретінде пайдаланбаған. Шариғат бойынша түлкінің еті харам. Бірақ басты себеп бұл емес. Түлкінің еті өте құрғақ, майсыз және өте қатты. Сондықтан пісуі өте қиын. Піскенінің өзінде дәмсіз болып шығады. Сонымен қатар түлкінің еті өте сасық. Адам айтқысыз сасық. Қанша пісірсе де бұл жағымсыз иістен құтылу мүмкін емес. Тіпті 12 сағат уксусқа салып қойса да кетуі екіталай. Аңшылардың айтуынша түлкі етінің иісі суда тұрып қалған шүберектің, яғни тряпканың иісіне ұқсайды дейді. Түлкінің негізгі азығы тышқандар, ал тышқандарда паразит толы. Түлкінің иммунитеті мықты, сондықтан ешқандай паразиттер оған қауіпті емес. Одан бөлек түлкілер өлекселермен де азықтанады. Сондықтан оның етінде қауіпті құтыру дерті болуы әбден мүмкін. Бірақ түлкінің етін жеуге болады. Әрине, егер дұрыс жолмен жасап, барша қауіпсіздік шараларын сақтаса. Мысалы, Дания мен Швеция халқы түлкінің етін сүйсініп жейтін көрінеді. Ұлттық деликатес. Тіпті осы түлкілердің еті үшін арнайы өсіретін үлкен фермалары бар екен. Жүндерін сыпырып киім жасайды, ал еттерін дүкендерге кәдімгі ет секілді сатады екен. Қанша пісірсе де, қайнатса да, түлкінің етінің сасық иісі кетпейді. Бірақ бұл даниялықтар мен швециялықтарға маңызды емес сияқты. Түлкінің етін қуыруға және қайнатуға болмайды. Тек бұқтыруға қажет екен. Біріншіден, барынша жұмсарту үшін етті 12 сағат суға салып қояды. Сосын лимон шырынымен қазанға салып 3 сағаттай бұқтырады екен. Иесін сәл болсын кетіру үшін көп дәмдеуіштер мен тұздықтар қосады. Сонымен, сасық болса да, дәмсіз болса да, түлкінің етін жеуге болады екен. Әркімнің өз таңдауы. Дегенмен, осындай әдемі жануарды қалайша сояды? Мүмкіндік болса, түлкінің етін жейтін бе едіңіз? Немесе жегендер бар ма? Пікірлеріңізді күтем. Ауырмаңыздар.